қалай Google Gemini мен тез программа жазуға болады. Енді бұндай софт жазуға арналған жасанды интеллект сервистері көп. Claude бар, немесе Cursor. Қазір біз осы Gemini мен қалай жұмыс жасауды мен көрсетемін. Енді бұнымен жұмыс жасаудың ең тиімді жолы әрине API ключ алып, оны өзіңіз қолданатын IDE-ге қосу. Мысалға Android Studio'ның ішінде бар, немесе сол секілді басқа кез келгеніне қосуға болады. Бірақ қалай жұмыс жасайтын тез көргіңіз келетін болса, осы Gemini'дің сайтына өтсеңіз болады. Енді YouTube'ға, Google'ға жазсаңыз шығады. Осы жерде Canvas дегенді басамыз. Біз веб қосымша жасап, соны тіпті осы браузер арқылы көрсек болады. Ол үшін мына жерге мен жазамын мысалға. Бұл жерге енді промптты дұрыс жазу өте маңызды. List up modern UI UX дедік. Одан кейін IS encryption. Мына жерде Pro деген таңдайтын болсаңыз, профессионал түрде жұмыс жасайды. Бұны тегін қолдануға болады. Белгілі бір күніне бірнеше рет. Pro'ны таңдаймыз және жіберейік. Егер мына жерге не жазатынын білмейтін болсаңыз, онда ChatGPT-ге немесе осы Gemini'дің өзіне жазуға болады. Generate prompt for бірдеңе деген. Немесе я хочу создать такое приложение, generate prompt на английском дегендей. Орысша толығырақ жазсаңыз болады. Қазақша жазсаңыз да негізі жасайды. Дегенмен бұл ең дұрысы әрине ағылшын тілі. Мен өзім ағылшынша қатты білмеймін ондай, бірақ мен жазғаным түсінеді. Мына жерде міне коды кетеді. Жаңа айтқандай, бұл әрине продакшн кода емес, продакшнға жіберетіндей, бірақ енді қолдануға болады. Әртүрлі өзіңізге керек қосымшаларды жазып көрсеңіз болады. Бұл жерде мысалға Google Gemini өзінің AI бар, арнайы моделі, соған бірден қосатын функция бар ішінде. Немесе Firebase-ге жалғайды, немесе сол секілді басқа сервистеріне жалғап жіберу мүмкін. Мысалға мына жерге біз IS encryption қос дедік, сондықтан бізге пароль қою керек. Мына жерде міне осындай приложение, to-do list. Осындай lookout және 1, 2, 3, 5 міне көруге болады, немесе қате дейді. Шифрованиясы бар осындай веб қосымша. Енді бұл әрине программистердің жұмысын өте қатты жеңілдетеді. Бұрын мысалға сіз бір күнде істейтін жұмысты мына жерде сіз бір сағатта, тіпті одан да тез істесеңіз болады. Немесе бір айда істейтін жұмысты бір күнде істеуге болады. Бұл жерде әрине егер сіз программист емес болатын болсаңыз, бұл жерде сіз қатты бір ештеңе тындыра алмайсыз. Тіпті AI-дің көмегі арқылы да әзірге мүмкін алдағы уақытта сәл өзгерер. Мысалға бұл жерде көптеген басқа да нюанстер бар. Егер сіз программист болатын болсаңыз, бұны түсінесіз әрине. Жалпы бұл сервисті қолданып көруге болады. Сосын мына жерде міне Add Gemini Features деген бар. Бұны басатын болсаңыз, мен байқаған бойынша жасанды интеллектпен байланысты бір сервистерін қосады. Себебі Google-дың өзінің моделі бар. Сол модельден ақша табу үшін әрине жақсы идея. Google өзі пайда табады, сіз өзіңіздің қосымшаңызға бір функция қоссаңыз болады. Мысалға басам осыны, сол кезде мына жерде бір жасанды интеллектпен таск генерит ететін бірдеңелер шығуы мүмкін. Мына жерде басатын болсақ, үстіне апарған кезде мына жерде міне жасанды интеллектпен байланысты бірдеңені қосты. Gemini is thinking дейді, ойланып жатыр. Мысалға read a book дедім, generate productivity insights деп қойдым мына жерде міне. Өзі жасанды интеллект арқылы осылай генерит етеді. Сразу браузерде өзіңіз пайдаланып көрсеңіз болады. Міне мынаны басатын болса, мысалы қосымша осыған ұқсайтын басқа да тапсырмаларды қосады мына жерде, және мынаны басатын болса, мына тапсырманы толықтырады. Сосын мына жерде
select and ask деген бар. Мысалға мен мына жерді алып айтсам болады. Мына жерің маған ұнамай тұр, осы жерді өзгерт деген секілді. Бұл енді веб версиясы. Жаңа айтқандай, Gemini'ді бұл жерде кішкене продакшн код жазатындай жер емес. Өзіңіздің API ключіңіз аласыз да, идеяға қосып, әрі қарай қолдансаңыз болады. Flutter программасы деген кезде немесе Android қосымша, backend, frontend бәрін жазып көруге болады. Бірақ әрине абайлау керек, 100% генерит еткен кодты қоса беріп керек емес. Мысалға мына жерде ашып қарайтын болсақ, кодты ашып көрсеңіз болады. Мына жерде әрине React JS-пен жазған. Бұл менің стегім емес. Дегенмен мына жерде кодты ашып қараңыз, ішінде нені қалай жасаған деген секілді. Бұл әрине бұған қатысы жоқ, жаңа идеяның өзінде.